Сәлем достар, бүгінгі талқылайтын тақырып қабынудың патофизиологиясы. Қабыну дегеніміз бұл, яғни мына көріп тұрған схема бойынша айтуға болады. F дегеніміз бұл қабынуды тудыратын фактор, яғни флагоген. Және клетка және ағзаның жауабы. Осы компоненттер қабынуды береді, яғни флагоген келіп клетканы зақымдады, нәтижесінде ағзаның жауабы болды. Осы екеуі қосылып қабынуды береді. Қабыну деп біз тек қана белгілі бір флагоген әсер етіп, одан кейін оған ағзаның жауабы болса ғана қабынуды айтуға болады. Яғни осындай екі компоненттен тұрады. Егер біреу болмаса, онда ол қабыну болмайды. Қабыну болу үшін екеуі де болу қажет. Енді қабыну, яғни механизмі 3 этаптан тұрады. Ол патофизиология және де патологиялық анатомияда осы этаптар бір. Яғни ол 3 этап. Біріншісі ол альтерация, яғни клетканың зақымдалуы, эксудация и иммиграция, яғни сұйықтықтың жиналуы. Және соңғы этап пролиферация, яғни қалпына келу, яғни былайша айтқанда ағзаның жазылуы. Енді осы әр этапқа жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, ең бірінші процесс альтерация. Альтерация дегеніміз бұл клетканың зақымдалуы. Осыған орай оны екіге бөліп қарастырады: біріншілікті альтерация және екіншілікті альтерация. Біріншілікті альтерация дегеніміз, яғни флагоген клетканы зақымдайды, сол кезде ол біріншілікті альтерация болады. Екіншілікті альтерация дегеніміз, ол зақымдалған клетка қасындағы сау клетканы біртіндеп зақымдай басталса, онда ол екіншілікті альтерация. Айырмашылық сода. Яғни екіншілікті альтерация ол сырттан ешқандай фактор әсер етпейді. Яғни қасындағы зақымдалған клетка келіп оған тиіседі. Ал біріншілікті альтерация дегеніміз, ол яғни сырттан бір флагоген келіп клеткаға тиіседі. Міне осы да жалпы айырмашылықтары. Енді осы зақымдалу кезде қабыну ошағында 4 негізгі өзгеріс болады. Соның біріншісі ол зат алмасу. Зат алмасу қалай бұзылады? Яғни клетканың ішінде біз білетіндей митохондрия және лизосома сияқты органоидтар бар. Клетка зақымдалды. Нәтижесі не болады? Лизосома зақымдалады. Лизосоманың ішіндегі ферменттер сыртқа шыға бастайды. Клетканың ішіндегі маңызды заттардың барлығын, сондай-ақ көмір, су, майлар, ағу сияқты заттарды біртіндеп құрта бастайды. Сондай-ақ митохондрия бұзыла бастайды. Ал митохондрия бізге энергия береді клеткаға. Нәтижесінде энергия болмайды. Осының барлығы зат алмасудың бұзылуына алып келеді. Екінші өзгеріс бұл физика-химиялық өзгерістер. Біз білетіндей клеткада натрий, калий, хлор сияқты иондар бар. Клетка бұзылды, іштегі орналасқан иондар сыртқа шыға бастайды. Сыртқа шыққан калий гиперкалиемияға алып келеді. Натрий мен хлор гиперасмияға алып келеді. Сондай-ақ белоктар да шыға бастайды. Нәтижесінде гиперанкия пайда болады. Келесі айтатын өзгеріс ол медиаторлар. Яғни қабыну процесі кезінде ағзада қабыну медиаторлары бөлінеді. Осыған орай оны екіге бөледі. Біріншісі ол клеткалық және гуморальды. Клеткалық, яғни клеткадан бөлінеді. Гуморальды, яғни қан тамыр жүйесіне жүреді, яғни қанда, сұйық ортада жүреді. Енді әрқайсысына тоқталып кетейік. Клеткалық медиаторлар екі жерден бөлінеді. Біріншісі ол не клетканың ішіндегі грануладан шығады, не болмаса клеткалық мембранадан шығады. Бірақ едәуір медиаторлар қабыну кезіндегі олар клеткалық мембранадан шығады. Сол себептен де осы клеткалық мембранадан шығу жолын толығырақ айтып кетейік. Біз білетіндей мембрана екі заттан тұрады. Ол арахидон қышқылынан және де фосфолипидтен. Арахидон қышқылы, яғни ол құйрығы, ал фосфолипидтер ол жаңағы дөңгелеп тұрған ол басы. Енді зақымдалды клетка, флагоген келіп бытышын шығарды. Арахидон қышқылы өкінішке орай әрине сыртқа шығады.
осы сыртқа шыққан кезде ол екі ферментпен кездеседі, яғни циклооксигеназа және липооксигеназамен, яғни цок и лок. Цокпен кездесіп, рахидон қышқылы простациклин, простагландин, тромбоксан А2 секілді медиаторларды синтездей бастайды. Ал липооксигеназа ол ликотриен атты медиаторын синтездей бастайды. Жалпы одан бөлек грануладан шығатын медиаторлар да бар. Ол гистамин, серотонин және тағы басқа медиаторлар. Бұл медиаторлардың барлығы, клеткалық медиаторлардың барлығының негізгі функциясы ол қан тамыр жүйесінің тамырдың өткізгіштігін арттыру. Әрине, әр медиатордың өзіндік функциясы бар, бірақ оны мұжғылап әрқайсысын айтып отпайық. Общий функциясы тамырдың өткізгіштігін арттыру. Яғни медиаторлар, клеткалық медиаторлар келетте тамырдың қабырғасын жаймен тесіп тастайды. Нәтижесінде сыртқа эксудат, яғни бір сұйықтық шығады. Осының нәтижесінде қабыну процесі екінші этапқа өтіп кетеді, эксудация этабына. Бірақ оған әлі қазір тоқталып кетпейміз. Себебі бізде әлі тағы да айтатын нәрселер бар. Келесі айтылатын гуморальды медиаторлар. Гуморальды медиаторға комплемент жүйесінің компоненттері жатады және де кинин жүйесі жатады. Енді фактор хакиманы іске қосылады. Нәтижесінде С1 белогы белсене бастайды. Ол С2-ке барады. С2 барады да С2А, С2Б солай кете береді. Схемада көріп тұрғаныңыздай. Нәтижесінде екіге бөлінеді. Бірі ол фагоцитозды белсендірсе, бірі ол яғни клетканы жаңағы микроорганизмнің клеткасын тесіп, оны жарып жібереді. Қызыл сызықпен сызылып тұрғандар, бұлар не істейді? Яғни іштеңе істеп тұрған жоқ қой. Іштеңені активизировать етіп тұрған жоқ. Олар не істейді? Олар хемотоксис процесіне қатысады, яғни запаста тұрады. Осы үшеуі хемотоксис процесіне қатысады. Енді келесі айтылатын өзгеріс ол тамырдағы өзгерістер. Біз жаңа үшеуін айтып кеттік. Ол біріншісі зат алмасу процесі бұзылады, екіншісі иондар шыға бастайды, яғни физика-химиялық өзгерістер, үшіншісі медиаторлар. Медиаторларды екеуін айтып шықтық, гуморальды және де клеткалық. Енді төртінші соңғы өзгеріс зақымдалған кезде не болатын? Ол тамыр. Тамырда үш этаптан өтетін процесс жүреді. Біріншісі ол ишемия, екіншісі ол артериальды гиперемия және үшіншісі ол веналық гиперемия. Бұны қарапайым мысалға келтіретін болсақ, сіз мысалға анатомия оқып келмедіңіз. Нәтижесінде мұғаліміңіз сізге 4 томдық анатомияның біреуін бетіңізге лақтырды. Көзіңізде ұрған жерде, зақым тиген жерде ең әуелі сұрлана бастайды, яғни ишемия болды. Одан кейін қызара бастайды, яғни артериальды гиперемия болды. И үшіншісі көгере бастайды, яғни веналық гиперемия. Осындай процестерден тамырда өзгерістер өтеді. Келесі айтылатын этап бұл эксудация. Эксудацияны үш нәрсе шақырады. Біріншісі ол медиатор, жаңа айтып кеттік, яғни тамырлар тесіп сұйық зат шығады. Екіншісі онкотикалық қысым, яғни онкотикалық қысым белоктар, яғни ақуыздар сұйықтықты тартады. Осы тоже сұйықтықтың жиналуын алып гидростатикалық давлениені өседі. Келесі айтылатын процесс бұл лейкоциттердің эмиграциясы. Бұл процесті не үшін эксудация қосқан? Қосқан себебі жаңағы тамыр тесілген жерден лейкоциттер өтеді. Сол лейкоциттердің өтуі эмиграция деп аталады. Сондай сіздер білетіндей лейкоциттер ол қабынуға қатысады. Сол үшін эксудация қосқан. Енді бұл процесс қалай жүреді? Лейкоцит ешкімге тимей, спокойно тамырдың ішінен кетіп баратады. Бір кезде қарап қалса, мына жақта деген қабыну болып жатыр. Сөйтіп, опана дейді,
L-селектин алады, яғни лейкоциттің рецепторы шығарып алады, сөйтіп тамырға барады. Тамырдан да өзінің жаңағы селектині бар, яғни рецепторы, яғни ол П, және сондай Е деген селектині бар. Осы екеуі қосылады. Қосылғаннан кейін лейкоцит тамырдан ферменттер бөліп тамырға, протеаздан бөліп тамырдан сыртқа шығады. Лейкоцит шыққаннан кейін не істейді? Қабырғадан өтті. Қабын ошағына келді. Олар жаңағы микроорганизм табу керек, бірақ таба алмайды. Ол үшін оған хематоксис процесі керек. Хематоксис процесіне қатысы болған көмектесетін жаңағы 3 подружка С4 және С3 және С5. Осы үшеуі лейкоцитке микроорганизм табуға көмектеседі. Бұл үшеуін хемотрактанттар деп аталады, яғни хематоксис процесіне қатысқандықтан. Үшеуі алады да лейкоцитке микроорганизм көрсетеді, мынау деп сөйтіп ол лейкоцит алады, бұны не істейді? Жойып тастайды. Міне сонымен шаруасы бітеді. Яғни ол қалай жояды? Яғни ол фагоцитоз процесі арқылы. Фагоцитоз процесі 3 этаптан тұрады. Біріншісі ол келеді, құшақтап алады, қорытады и жоқ болады. Яғни изи өлтіріп тастады. Міне осылай қабыну процесі өзінің мәресіне келеді, яғни организм жеңіп шығады. Сол үшін айтудың қажеті жоқ, мен ешкімге керек емеспін, анау деп. Керек десеңіздер, осы лейкоциттер біз үшін құрбан болды. Біздің бақытты да әрі ұзақ өмір сүру үшін осы лейкоциттер көмектесті. Сол үшін бағалай білейік лейкоциттерді. Келесі айтылатын соңғы процесс бұл пролиферация. Пролиферация, яғни соғыстан кейін жаңа зақымдалған жерлерді қалпына келтіреді. Яғни стройка болады организмде. Бірінші очередь тамыр және де клеткаға барады. Оларға бетін қаптайтын, яғни жыртылған жерлер, зақымдалған жерлерді фактор роста дейді, қазақшалап айтқанда өсу факторлары. Егер тамыр зақымдалса, онда эндотелициттердің өсу факторы барып, олардың зақымдалған жерін восстановить етіп береді. Егер клетка зақымдалса, онда оған фибробласттардың өсу факторы барады. Бірақ кейде осы өсу факторлары қуып кетеді, яғни артығымен соғып жіберуі мүмкін, пысық болып. Сол үшін оларға ингибиторлар келеді. Әр өсу факторының өзінің ингибиторы бар. Яғни ингибиторлар келіп айтады, бауырым болды, енді қатты пысық болмай қой, дейді, осымен процесті тоқтатады. Осылай осы пролиферация аяқталады. Бірақ кейде пролиферация толық болмайды. Ол хронический аурулар кезінде пролиферация толығымен болмайды. Себебі зақымдалатын факторлар әрдайым қаста жүрген соң, енді восстановить етіп жатса, зақымдалу фактор келе береді, мынандай шығып кетеді, пролиферация жұмыс істемейді дейді. Нәтижесінде пролиферация толық болмайды. Ал кейде острый аурулар болады, сол кезде пролиферация әрине толық айтқандай восстановить етіп береді. Назарларыңызға рахмет. Егер ұнаса лайк басыңыздар, және де комментарий қалдырыңыздар.